ұбт 2025 география пәнінен өткен мамыр айындағы тестті талқылайтын болайық. Бұл сұрақтар енді оқушылардың айтқаны бойынша құрастырылды. Ешқандай ақпарат көзі бізде болмады. Одан басқа дегенмен есінде қалған сұрақтарды қарастырып көрейік. Бірінші сұрақ: Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін ашылған қорықтарды таңдаңыз дейді. Википедияны ашып қарайық. Бұл жерде қате кетпейді деп ешкім кепіл беріп жатқан жоқ, дегенмен бір ақпарат көзі болар. Так, тәуелсіздікке дейін ашылған ол Үстірт қорығы екен, 1984. Одан кейінгі ашылған қорық ол 1992 жылы Батыс Алтай мемлекеттік табиғи қорығы, Алакөл мемлекеттік табиғи қорығы 98 жылы және де Қаратау мемлекеттік табиғи қорығы 2004 жылы ашылыпты. Жақсы, екінші сұрақ: Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін салынған темір жол желісін көрсетіңіз дейді. Түркістан Сібір темір жолы, Мойынты Қостанай, Жетіген Қорғас, Орынбор Ташкент, Астана Қарағанды. Дұрыс жауап Жетіген Қорғас. Бұл ақпарат нейрожүйеге сенетін ақпарат. Дұрыс жауап Жетіген Қорғас. Үшінші сұрақ: Геосаяси тұрғыда Маккиндердің жүрек жер теориясына сәйкес орталық аймақ қайсысы дейді. Бұл жерде оқулықты қарауымыз керек. Яғни жүрек жер Хортланд, ол яғни Еуразияның орталығына қарай аймақ, бізде Хортланд деп аталады. Оған Қазақстан кіреді, Ресей кіреді. Орталық жаңағы батыс Еуропалар кірмейді. Көп тарихи оқиғалар өткен аймақ деп айтсақ та болады. Хортланд, жүрек жер, осыны да қарап қоюымыз керек кітаптан. Келесі сұрақ, төртінші: Қазақстанда география ғылымының дамуына үлес қосқан ғалымды таңдаңыз дейді. Ол үшін біз түрлі ғалымдарды қарастыруымыз керек, бірақ бізге нейрожүйе берген жауап бұл Қаныш Имантайұлы Сәтпаев. Бесінші сұрақ: ғылыми техникалық революция қай салаға тікелей әсер етеді? А. Ауыл шаруашылығына, Б. Туризмге, ғылым мен өндірістің интеграциясына, саудаға, спортқа. Дұрыс жауап ғылым мен өндірістің интеграциясына. Алтыншы сұрақ: ГТР нәтижесінде, яғни ғылыми техникалық революция нәтижесінде қандай салалар қарқынды дамыды дейді. А. Көмір өндіру, Б. Механикалық сағат жасау, С. Микроэлектроника, биотехнология, Д. Ағаш кесу, Е. Тері иілеу. Дұрыс жауап бізде микроэлектроника, биотехнология. Жетінші сұрақ: Жетіген Қорғас темір жолының негізгі маңызы неде? А. Солтүстік пен оңтүстікті жалғайды, Б. Ресейге шығатын басты жол, С. Қытаймен тікелей байланыс орнатады, Д. Түркменстанмен шекаралық жол, Е. Каспий теңізі арқылы өтеді. Дұрыс жауап С. Қытаймен тікелей байланыс орнатады. 8. Маккиндердің теориясы бойынша әлемдік билік қай аумақты бақылауға байланысты? А. Африка, Б. Жерорта теңізі, С. Хортланд орталық Еуразия, Д. Мұхиттық аралдар, Е. Скандинавия. 10-11 сынып оқулықтарына көп сұрақтар келеді. Сол оқулықтарды бірнеше рет зерттеп оқып керегін жазып алып отырайық.